Құрметті көрермендер, бүгін Алла қаласа Audi 80 1.8 көлемді қозғалтқышы бар мотордың зажиганиясын қалай қою керегін көрсетеміз. Бұнда 3 белгі бар, 3 меткі бар былай қарағанда. Бірінші меткі мына коленвалдан, көрсетіп тұрған коленвалдан келтіреміз. Көпшілік жерлерде мына артынан коленвалдың меткісін артынан да келтіріп жатады. Артында тесік бар, сол тесіктен келтіреді. Бірақ ол үшін міне қазір сіздерге көрсетемін. Мына шкифте, алдыңғы коленвалдың шкифінде сызық белгі бар. Яғни сызық белгі бар, яғни шкифте көрініп тұр. Сол шкифтегі сызық белгі мына қорғаныш қабатында, пластмасса қорғаныш қабатында тағы бір сызық белгі бар. Екеуі бір-біріне сәйкес келу керек. Мінекей фокус алды, көрініп тұр мінекей. Екеуі бір-біріне сәйкес келу керек. Егер осы деген сөз, бірінші цилиндр мен төртінші цилиндр ең жоғарғы бөлікке жетті деген сөз. Үшінші цилиндр мен екінші цилиндр сәйкесінше ең төменгі нүктеге жетті деген сөз. Бұл бірінші белгі қоятын. Екінші белгіміз, екінші меткіміз қойылатын бұл распредвалдың шкифінде. Мінекей распредвалдың шкифінде 0Т деген белгі бар. 0Т деген белгі бұл шкифтің артында пластмассы тағы да жаңағыдай сызық сияқты белгісі бар, қорғаныш қабаты тұрады. Соған сәйкес қойылған нәрсе. Екеуі сәйкес келу керек. Менің жағдайымда ол қорғаныш қабаты жоқ. Егер қорғаныш қабаты болмайтын болса, распредвалдың меткісін қалай келтіреміз? Ол кезде шкифтің артын қараймыз. Шкифтің артында кішкентай ғана нүкте белгі бар. Яғни нүкте белгі бар. Әнекей. Сол нүкте белгі мына клапанның қақпағы дейміз ғой. Клапанның крышкінің ең жиегіне тура келу керек. Ең жиегіне тура келсе, бұл екінші меткінің орнына түскені. Яғни осылай тура келетін болса, мына жақта айттық қой, пластмасса қорғаныш қабатымен келеді, распредвалдікі деп, ол автоматты түрде өзі сол жерге дәл келеді. Осы жерге дәл келеді мынау. Бұл екінші меткі. Үшінші меткі қозғалтқыштың артына қарай шығамыз. Трамблерға қатысты. Трамблердің крышкасын ашамыз. Трамблердің крышкасын ашқаннан кейін, оның ішінде бегунок бар. Яғни ол бегуноктың қызметі 4 светчаға цилиндрдегі тоқ шашып тұрады ретімен. Осы 3 белгі, осы 3 меткі дұрыс осылаймен қойылатын болса, онда Audi 80 қозғалтқыш көлемі 1.8 мотордың зажиганиясы дұрыс қойылды деп есептеледі. Бірінші белгі мінекей коленвалда, екінші белгі распредвалда, үшінші белгі трамблерда.